Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін небәрі 5 минутта дайын болатын панкейкенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші жылы айранға шай қасықтың жартысынан тұз, шай қасықтың жартысынан сода қосып жақсылап араластырып аламыз. Сода реакция беруі мүмкін осы сәтте. Ал енді 2 дана жұмыртқамызды жағып, оған 3 ас қасық шекерімізді қосып, венчикпен араластырып аламыз. Ал енді жұмыртқаға дайындап қойған айранымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Екі ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Табамызды алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Ешқандай май құймай, құрғақ табада пісіретін боламыз. Газдың асты орта отта болғаны дұрыс. Кейін асты сәл қызарғаннан кейін келесі бетін аударып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бетіне осындай кішкентай түтікшелер пайда болған кезде келесі бетіне аудара берсеңіздер болады. Міне бүгінгі біздің 5 минутта тез дайын болатын айран қосып жасалған панкейкелеріміз дайын болды. Ал видеоны ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ал панкейкенің ортасы толыққанды пісіп шықты. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.